Қайырлы күн достар, металдар белсенділігін салыстыру бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын қарастырамыз. Химия 8-ші сынып. Бірінші тапсырма. Металдардың сумен әрекеттесу берілген кестені қажетті сөздермен толықтырыңыз. Калий белсенділігі жоғары, сумен әрекеттесіп, калий гидроксидімен сутек газы түседі. Мырыштың белсенділігі орташа, сумен әрекеттесіп, мырыш оксидімен сутек газы түседі. Алтынның белсенділігі төмен, онымен реакция жүрмейді. Келесі тапсырма. Неліктен табиғатта алтын бос күйінде кездеседі, мырыш бос күйінде кездеспейтінін түсіндіріңіз. Алтын белсенділігі төмен металл болғандықтан табиғатта бос күйінде кездеседі, ал мырышта орташа белсенді металл, сол себепті табиғатта қосылып түседі. Неліктен ертеректе темір ақша жасауда күмісті пайдаланған, себебі күміс табиғатта бос күйінде кездесті, ал темірді өндіруді білмеді бұл кезде. Металдар коррозиясын алдын алу үшін бір ұсыныс, металдың бетін сырлау. Металдардың қышқылмен әрекеттесу белсенділігі әртүрлі. Мырыштың сұйылтылған тұз қышқылмен әрекеттесу реакция теңдеуі, магнийдің сұйылтылған күкірт қышқылмен әрекеттесу реакция теңдеуі, ал күміс сұйылтылған тұз қышқылмен реакция жүрмейді. Келесі тапсырма. Жүретін реакцияларға плюс белгісін қояйық. Қалайы қорғасынды ығыстыра алады, магний мырышты ығыстыра алады, темірді ығыстыра алады, қорғасынды ығыстыра алады. Осы реакциялардың барлығын біртіндеп жазып шығайық. Осы тапсырмалардың барлығына дискриптор бойынша 15 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін.